Қостанай облыстық akmechet.kz сайты ұсынады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва лақибату лил муттақин. Вассалату вассаламу ала саййидина ва набийина Мухаммадин ва ала алихи ва сахабати ажмаин. Ораза шариғатта ең сауабы мол ғибадаттардан есептеледі. Ораза ұстау алдыңғы үмметтерде де, алдыңғы пайғамбарларға да парыз етілген. Аллах Таала Құран Кәрімде айтады: "Астағфиру билlah. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун" деп. Ей иман келтіргендер, ораза ұстау сендерге парыз етілді, сендерден әуелгілерге, бұрынғыларға парыз етілгендей, Алладан қорқуларың үшін деп. Ғибадат, бұл ораза ғибадаты өте сауабы мол ғибадат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, Абу Хурайра разияллаху анхудан риуаят етілген: "Куллу амали ибн адама лаху илля сияма фа иннаху ли ва ана ажзи бихи" деп. Адам баласының амалдарының барлығы өзі үшін дейді. Аллах Таала хадис құдсиде осылай айтады екен: адам баласы істеген амалдардың барлығын өзі үшін істейді деп. Намаз оқыса өзі үшін істейді, зекет берсе өзі үшін, оның берекесін көреді. Бірақ ораза олай емес. Себебі ораза мен үшін дейді Аллах Таала. Оның сауабын, оның сыйын жалғыз мен өзім беремін дейді. Яғни бұның сауабы соншалықты мол, оны періштелер де, басқалар да есептей алмайды екен. Имам Муслимнің риуаятында келтіреді екен: "Куллу амали ибн адама юзаафу ал-хасанату ашра амсалиха иля 700 зифин. Қалаллаху азза ва джалла илля саума фа иннаху ли ва ана ажзи бихи ядау шахватаху ва туамаху мин ажли" дейді. Адам баласының амалдарының барлығы, жақсы амалдары бірден 10-ға дейін, оннан 700 есеге шейін сауабы арттырылып беріледі. Бірақ ораза олай емес дейді. Себебі Аллах Таала ораза мен үшін ұсталып жатыр, оның сауабын мен беремін. Пенде өзінің шахватын, өзінің тамағын мен үшін тастайды, мен үшін соны жемейді, өзін тыяды, сол үшін да оның сауабын өзім беремін дейді. Яғни оразаның сауабы соншалықты мол ғибадат екен. Бірақ өкінішке орай ораза ұстап кейде адамдар жеп ішуден тыйылсам болды, әйелмен қарым қатынас, жыныстық қатынасқа түспесем болды, қалған амалдарды істей берсе болады деген түсіншеде болады. Осы нәрсе өте қатты мән беру керек екен. Бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман лам яда қауля зури вал амала бихи фалайса лиллахи хажатун фи ан яда туамаху ва ла шарабаху" дейді. Кімде-кім өзінің жалған сөйлеуін қоймаса, және де сол жалған сөзімен амал етуін қоймаса, онда Аллах Таала үшін керек емес оның жеп ішуінен тыйылғаны дейді. Таңның атқаннан күннің батқанына шейін ниет етіп алып ораза ұстауды. Тамақ жемей, су ішпей жүреді, бірақ біреудің арқасынан ғайбат айтады, біреудің арқасынан өсек айтады, біреуді алдайды. Мысалы, осы тілмен, қолмен адам ораза екенін білмей, ораза ұстамаған адам сияқты амал жасайды. Кімде-кім олай істейтін болса, мынау жоғарыда хадистерде айтқан оразаның сауабына жете алмай қалады екен. Тек қана жеп ішуден тыйылған адам болып қала салады екен да. Бұл хадисте сөйтіп айтып жатыр. Өтірік айтуды, жалған сөйлеуді, жалғанмен амал етуді қоймаса, ол адамның жеп ішпей жүргені Аллах Таала үшін керек емес деп міне. Сол үшін да мүмкіншілігін барынша ораза ұстаған адам мына хадистерде уәде етілген сауапқа жету үшін, тақуалы болу үшін не істеу керек екен? Тілін бағанағы ғайбаттан, өсектен тыю керек екен. Көздерін, құлақтарын, жүрегін, асқазанын, аяғын, қолын, барлық дене мүшелерін Аллах Таала тыйым сап қойған амалдарды істеуден тыйылу керек екен. Бір хадисте Абдуллах ибн Масуд разияллаху анхудан риуаят етілген хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Истахию миналлахи хаққул хаяи" деп. Сендер Аллах Тааладан ұялыңдар, шынымен ұялыңдар дейді. Сонда сахабалар:
Я Расулаллах, нахну инна настахи вальхамдулиллах деп жауап берді. Алланың елшісі, расында біз Алладан ұяламыз. Аллаға шүкір, біз Алладан ұяламыз деген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен: лайса зака валакиннал истихяа миналлахи хаққул хаяи ан тахфазар раса ва ма ваа вал батна ва ма хава ва тазкурал маута вал бала ва ман арадал ахирата тарака зината дуния фаман фаала залика истихя миналлахи хаққул хаяи дейді. Раваху ат-Тирмизи. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұялудың не екендігін түсіндіріп жатыр. Сендердің айтып жатқандарың, сендер ойлаған сияқты ұят емес. Бірақ Аллах Тағаладан шынымен ұялу деген ол адамның өзінің басын сақтауы және баста бар нәрсені сақтау. Адамның басында не бар? Адамның басында оның ой пікірі, адамның басында оның құлағы бар, адамның басында оның көзі бар, адамның басында оның аузы бар, тілі бар. Міне осы мүшелердің барлығын сақтау деген. Ойыңда жаман ой ойлаудан сақта, құлағыңда жаман сөздерді естуден сақта, тіліңді жаман сөздерді, ғайбат, өсек, жалғандарды айтудан сақта, бәлкім Алланың зікіріне жұмса, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруға, құлақпен жақсы нәрселерді естуге, Құран естуге, зікір естуге, адамдардың жақсылыққа шақырған жақсылығын естуге құлағыңды жұмса дейді. Ауызда және не бар? Тамақ ауыз арқылы өтетін, мысалы, соны да харам нәрселерден сақта. Уал батна ва ма хава дейді, және қарынды және қарынның ішіндегі нәрселерді сақтау Аллах Тағаладан шынымен ұялу дейді. Бұл қарынның ішінде не бар? Қарынның ішінде асқазан бар, қарынның ішінде жүрек бар. Міне осы нәрсенің барлығын Аллах Тағала харам етіп қойған нәрседен сақтауымыз керек екен. Күні ораза ұстайды кейбір адамдар, ауыз ашар болған кезде аузын сигареттен ашып отырады, немесе ауыз ашар болған кезде жүгіріп барып өзінің насыбайына жүгіріп барып аузына насыбай салып жатады. Мысалы, Аллах Тағала ауызды сондай жаман лас нәрселерді салу үшін берген бет. Мысалы, бағанағы әлгі насыбайдың құрамын қараса, оның ішінде әлгі тауықтың тезегі бар дейді ма, оның ішінде денсаулыққа зиян нәрсенің барлығы, харам нәрсенің барлығы бар. Күндіз ораза ұстайды да, бірақ кеш болған кезде нәжас болған, лас болған бана тауықтың тезегін аузына салуға адамдар асығады. Міне осыдан сақталса адам, ұялса, сол Аллах Тағаланың жаратып қойған аузына тауықтың нәжасын салуға, бағана насыбайды салуға ұялатын болса, міне шынымен сол ұялған болады да. Және де Аллах Тағаладан шынымен ұялу деген ол не десе, өлімді әрдайым еске алып жүру, және өлгеннен кейін адамның өзіне әдемі болып түйіліп жатқан денесі, сұлу болып түйіліп жатқан денесінің шіріп кететін екендігін еске алып жүру, бұл да шынымен ұялу болып есептеледі. Кімде-кім ақиретті қалайтын болса, онда бұл дүниенің әшекейлерін ол адам тастайды дейді. Міне кімде-кім осы жоғарыда айтылған нәрселерді орындайтын болса, Аллах Тағаладан шынымен ұялған адам осы екен дейді. Бұл хадисті имам Тирмизи риуаят еткен екен. Сол үшін да бұл өте ұлы, сауабы мол болған ғибадатты оразаны ұстаған кезде, бағанағы айтылғандай өте Аллах Тағаланың үлкен сауабына жету үшін, мынау жеп ішуден өзін адам тыйған сияқты, бағанағы барлық мүшелерін Аллах Тағала харам еткен нәрседен тыйып, Аллах Тағала бұйырған нәрселерін орындауға тырысуымыз керек екен. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.